Ассалаумағалейкум. Жалпы сит туралы ғой біраз шұқыланып информациялар алып, енді сендердің іштарың пісіп кетті ғой, іштерің не болады екен деп бәріміз күтіп отырмық. Жалпы мынаны қараңдар, Axie Infinity, бұл да 2021 жылы Степанның заманында бұл да хит болған, бірақ бұған мен қатыспаған, өкінішке орай. Қазір мына жерден бүйтейік, кетіп бара жатқанда қараңдар, бірдеңе байқайсыңдар. Опа, неге ұқсайды мына монстрлар? Что-то бірдеңеге ұқсай ма, ұқсамай ма? Қазіргі бізде ситтағы монстрлардың түрі осы ғой, жалпы міне. Примерно осындай ғой. Жалпы енді сит ойыны екі жерден жақсы жерлерін алып жатыр. Бірінші Axie Infinity'ден алып жатыр, екіншісі Степаннан. Осы екеуінен гибрид ретінде шығарып жатыр. Значит, одан мықты болу керек. Одан кейін Axie Infinity'дің монетасы міне бірінші шыққан кезде міне 50 цент сондайдан басталған, 17 центтен басталған. Өскен. Бір штук монетасының бағасы сит сияқты монетасы ғой, $80. Соңында міне $160 дейін барған ғой, короче. $160 дейін барған. Енді бірақ бұл жерде, короче, максимальный монета 270 миллион оборотта. Бірақ негізі мына жерде көрініп тұр, шексіз тағы да шығарам десе шығара алады. Ал ситта ондай жоқ, шығарылмайды. Общий 1 миллиард болады. Енді мынау 3,5 есе почти. 3,5 есе ситтан аз. Егер тура осын мына бар ғой, мына капитализация бар ғой, ситқа баратын болса бар емес па? Енді ойландар, не деген ақша болады? Получается, мынаны 164-ке бөлесіңдер примерно. Осы Axie Infinity'дің капитализациясы жалпы ситта болатын болса, мынаны 4-ке бөлесің, ситтің монетасы шығады. Хайпқа тура осылай өскен кезінде. Енді қазір жағдай қандай болып отыр бұлардың? $3 болып тұр. Енді ойын, конечно, уже өтіп қойған. Мынау монстрлардың жалпы бағалары. Мынау мысалға $10,000, $1,000, $350, $300, $1,200, $1,100, әрқайсысы әртүрлі. Бұл бағаны мынау 5 штук эфириумның бағасымен. Эфириум. Бізде эфириум емес, бізде суи деген тұрады осы жерде. Суимен сатылатын болады. Бұл ойында жалпы Axie Infinity'да даже жер картада жер участок сатып алсаң болады. Міне участкаларда $4,000, $3,000 жерлерін көреміз ба? Міне жерде, короче, мына участок осынша баға тұрады ғой жалпы. Осы участоктың өзі. Так, міне Axie Infinity'да батл, монстрларың бар сенің. И төбелестіресің противниктікімен, картаңның колодаларымен, әрқайсысымен. Осындай система, міне төбелесіп жатыр. Жеңсең аласың. Получается, енді ситта не деген сөз? Ситта Степан мен Axie Infinity'дікі алып отыр ғой. Степантікі дегенің картада көшеден жүріп барып талдарға барасың, тапсырма орындап, жалпы сонымен ақша тапсаң болады. Бірінші түрі, екінші түрі PvE осындай батылдармен үйде жатып алып төбелестіре бересің. Осындай түрі бар. Міне монстрлар ұқсай ма? Axie Infinity'ға. Axie Infinity'дағы монстр ғой тура. Міне. И одан кейінгі тема, мынаны сендерге айтып болғам. Жалпы главный монета сит, суреттермен қарасыңдар түсінесіңдер. S-Love деген монета. Axie Infinity'да да сондай 2 монета бар. Степанда да бар, Мынау тал NFT тоже. Мынау сияқты болады. Әркімнің талы әртүрлі дамыған, мықты, нашар деген сияқты. Бұны да сатуға болады маркетплейста, мынаны да сатуға болады. И плюс тастар болады әртүрлі, қылыш, мылыш деген сияқты майда жүде заттар. Ол заттар мынандай болады. Назад. Міне. Итем. Мынандай заттар бар, міне. $50, $70 майда жүделер.
мынандай тастар бар, руина, міне күштерін көбейтетін әртүрлі баға, міне шарм материалдар бар, оның заттар шығаратын, білмеймін енді, бұл да сондай сатылатын жалпы. Енді жалпы мына қараңдар, NFT мынау сид деген монета жалпы стейкингке қойсаң, Slov монетаны тауып тұрасың, и плюс суи деген монетаны тауып тұрасың, и плюс голосованияға да керек болады. Главный монета. Slovпен сен талды дамытасың, талыңнан қайтып Slov көбірек табатын боласың пассивно. Мынамен NFT ойыншықтарыңмен, енді монстрларыңмен осын табатын боласың Slovты, и онымен қайтып дамытсаң болады. Бірақ дамытқанына бөлек минт деген бар ғой, екеуін қосып үшіншісін шығару үшін мынау керек. Мына көрдіңдер ме, минтқа главный монета мынау керек, и плюс мынау да керек, екі монета керек болады. Главный тема айтқым келіп отқан мынау үшеуі туралы ғой. Мынау Misten Labs деген жалпы бұл суи команданың разработчиктары. Получается, суи ақша құйып жатыр, мынау. И плюс мына разработчиктарын жіберген ғой оларға. Өйткені үлкен жұмыс қой бұл. Мына NFT-ларды настроить ету керек, программировать ету керек. Соларға мынау Misten Labs деген ең мықты мыналардың сондай технический разработчиктары. Қазір мына ситқа көмектесіп жатыр олар. Қастарында жүр. Түсіндір ма? Так что ол сенімді проект, мақсатына жете алады, шанс көп. Sui Foundation ақша беріп жатыр. Ал мынау енді ең қызығы мынау Amber Group деген. Бұл Amber Group деген ерекшелігі не? Бұл капиталды, ақшаны дұрыс жұмсаумен айналысады. И плюс инвесторларды тартатын, рекламаны жасайтын, маркетингпен айналысады. И плюс криптовалюта биржаға түскеннен кейін соның бағасын, графикті өзгертіп түсіру, көтеру, барлығын роль осыларға атқарады. Бұлар, короче, не дейтін еді, ұмытып тұрмын атын. Жалпы криптовалютаның бағасын алып түсіріп, бүйтіп ойнатып жүретіндер бар ғой, солар мыналар, осылар. Amber Group. И бұлардың партнерлары мықты. И плюс бұның ерекшелігі, Amber Group 2021 жылы Axie Infinity'ға инвестор болған. Axie Infinity'дің монетасын осылар жүргізген жалпы ше. И одан кейін AAV деген монета бар ғой, соның да бағасын осылар жүргізген. Sandbox деген ойын бар, тоже криптопроект, короче. Sandbox деген, play to earn, ойнайсың, ақша табасың. То же самое, соларға да инвестор болған. Одан кейін Illivium деген бар, тоже ақша табасың, осындай ойын. Сондайдың бәріне спонсор болған ғой бұлар, короче. AAV-ға, SushiSwap деген, SushiSwap, типа PancakeSwap деген сияқты биржа децентрализованный, соларға инвестор болған. BlockFi деген, ол андай кредит беретін проект, ақшалайшы. Жалпы бұл мықты Amber Group деген мықты проект, короче, инвестор. Получается, инвестор мына ақша беріп жатыр, мынау болашағын жарқын қылып берем деп жатыр. Ал мынау сол цельға жету үшін разработчиктар көмектесем деп жатыр. И одан бөлек менде бір анау күні бір сұрақ қойғам сендерге. Мына Алекс дегеннің никін тауып бере аласыңдар ма деп. Өйткені мынау Axie Infinity'дің разработчигінің аты Алекс болған. Алекс. И что-то мынау ситтің да разработчигі технический Алекс та. Фамилиясын айтпаған, әшейін просто Алекс деп бір өтірік сурет қойып қойған ғой, білесіңдер ғой? Группадан көресіңдер ғой, админы. Алекс та. Сол главный технический разработчик. Егер Axie Infinity'дің егес разработчигі осы ситті істеп жатқан болса, бақытты боламыз ғой. Бірақ мынаның өзі бізді бақытты қылам деп тұр ғой. Мынаның өзі Amber Group. Зерттеп көрсеңдер болады. Так что мұңаймаңдар, көреміз, егер бұл ойын нормально берсе берді, бермесе, короче, бүкіл криптопроекттарды қоямыз, басқа темамен айналысамыз.